Әйелім қайтқалы түні мен балама өзім қараймын, ал күндіз шешем, қыздарым қарайды. Күні мен жұмыстамын, түнгі ұйқыдан қалу қиын екен. Оның үстіне балаларымның болашағына алаңдаймын. Бүкіл жауапкершілік жалғыз өзімнің иығыма жүктелгенін ойлағанда шаршап кетем. Құдай өмір сүру жеңілдеу болсын деп жұп-жұбымен жаратқан екен ғой. Осыны ұқтым. Өз-өзіме ұл керек деп қоймап едім. Міне ұл, енді бақыттысың ба деп қоям. Шындығында мен үшін ұл мен қыздың айырмашылығы жоқ екенін енді түсіндім. Тек айналамдағы адамдардың ұлың жоқ па деген сөзінен қорыққан екенмін. Аға-інілерімнің, ағайынның ұлдарын мақтанышпен етіп айтқанда өзімді бақытсыз санағанымда бекер екен. Бақытсыздықты бастан қазір кешіріп жатырмын. Ұлың жоқ, бұл трагедия ма, жоқ па? Трагедия бұл ұлыңның анасының болмауы. Перзенттерімнің әркімге жәутеңдеп ана махаббатының іздеуі. Бөтен әйелдің балаларына өз анасындай бола алмайтынын ойлап, ер азаматтың іштей егілуі, міне осылар нағыз трагедия екен. Сүйіп қосылған адамыңнан орта жолда айырылу бақытсыздық. Ал біз қайттық. Анам екеуміз әйелімді құрбандыққа итермеледік. Дәрігерлер белгілі бір себептерге байланысты жүктілікке тыйым салса да, анам ұлыма ұл керек, дәрігерлер айта береді деп қоймап еді. Ал міне мама, сіздің ұлдарыңыз бар, ұл немерелеріңіз де жоқ емес. Ал маған ұл керек пе, жоқ па, бұны өзіміз шешеміз деп айта алмадым. Өмірімнен кемшілік іздегендерге де ұлым бар ма, жоқ па, сенің өміріңе, бақытыңа түк қатысы жоқ қой деп те айта алмағаныма қатты өкінемін. Ешкімнің ештеңесі де кеткен жоқ. Жұрт не дейді, ат-тұстар керек деп, енді өзім әйелсіз, балаларым анасыз қалды. Қиналып жатқан тек өзіміз ғана. Сондықтан да жаралы жеріңнің тырнағысы келгендердің сөзін елеудің қажеті жоқ. Әрине, ұлың да, қызың да болғаны жақсы ғой, бірақ еркек әйелімен, перзент анасымен бақытты болады екен. Осыны естен шығармайықшы.